Автор Аресов Олег Валерьевич. Дереккөз Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің блог платформасы. Санат. Мемлекеттік органдар жұмысы туралы. Сәлеметсіз бе? Бұрынғы Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2013 жылдың 18 сәуіріндегі нөмірі 126 пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге және жер қойнауын өзге мақсатта пайдалану үшін геологиялық немесе тау-кендік бөлуді ұсыну тәртібі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы бұйрығы ресми түрде жарияланғаннан кейін 10 күннің ішінде қолданысқа енді. Оны қазір пайдалануға бола ма? Және ол қайда жарияланған? Алдын ала рахмет. Құрметті Олег Валерьевич, Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрі сіздің нұсқаулыққа қатысты үндеуіңізді қарап, осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелгенін хабарлайды. Нұсқаулық әділет.заң.kz сайтында жарияланған. Қазіргі уақытта ол қолданыста бар. Первая все-таки цель, это цель, которую поставил президент, чтобы мы добывали 75 тонн. Елбасы қойған міндет бойынша жылына 75 тонна өндіру керекпіз. Бұл 2010 жылы берілген тапсырма. Қазір осы межені бағындыру үшін күш салудамыз. Жаңа жылдың алдында президент жанындағы Тау-кен кеңесін өткізген болатынбыз. Олар биылғы жылдың көктемінде Бақыршақта зауыт салады. 2 жылда 11 тонна өндіреміз. Сол кезде әрине елбасы тапсырмасы қарқынды орындала бастайды.